Шавкат Рахмонов белбеуге лайық емес. Дәл осылай жартылай орта салмақтың әзіргі чемпионы Ислам Махачев айтқан болатын. Ол Шавкат лайық емес, бір жылдай төгілеспеді, оның орнына Моралес немесе Камару Усман лайықты деген болатын. Сұхбатты кішігірім қарайтын боламыз, және неге Ислам Махачев Шавкатты таңдамай тұр? Шавкат Рахмонов Ислам Махачевпен шықпаса кіммен шығады? Осының бәрін талқылайтын боламыз. Сендермен мен Иманғали. Біздің солай де арнамыз. Арнаға тіркелуді ұмытпаңдар, біз бастаймыз. Жауынгерлер октагонға шыққанда, ауыр соққыларды күткен сәтте адреналин сезінесің бе? ММА әлемі бұл күш, мінез және алғашқы секундтардан ақ баурап алатын эмоциялар. BRICS платформасы аралас жекпе-жек жанкүйерлеріне оқиғалардың қақ ортасында болуға көмектеседі. Турнирлерді қадағалау, нәтижелерді көру және әрбір жарқын жекпе-жектен хабардар болу. Жылдам нокауттардан бастап көптен күткен чемпиондық айқастарға дейін. Біздің арнамыздың жазылушыларына арнайы солайде UFC промокоды арқылы алғашқы жарнаға 390 мың теңгеге дейін бонус алуға мүмкіндік беріледі. Дәл қазір өз фаворитіне бәстік. Осы бейненің төменгі жағындағы сілтемеге өт. Үлкен жекпе-жектер мен спорттық оқиғалардың атмосферасын сезін. Думаю, что фанаты видят твоим самым опасным соперником Шавката Рахмонова. Шавкат, если вернется, я не думаю, что кто-то ему даст сейчас бой за пояс. Если поставить его, вообще нет никаких проблем. Но человек больше года не дрался. Наверное, надо что-то выиграть, чтобы выйти за пояс. Достар, естігендеріңізде Ислам Махачев Шавкат Рахмоновпен шыққысы келмей тұр. Бірақ та сөзінің кішкене жаны бар. Солай емес пе? Расымен Шавкат Рахмонов бір жыл бойы шыққан жоқ жекпе-жектерге. Енгери қанша шығып тастады оның орнында. Бірақ бәрібірде Ислам Махачев оның да есімін айтқан жоқ. Бірақ та Ислам Махачев чемпион. Ал чемпион өзінің қарсыластарын таңдамау керек. Өзіне ыңғайлысын таңдап, үйтіп жүрген чемпион емес. Сондықтан Шавкат Рахмонов болсын, төмендегі бір 15-ші рейтингтегі жауынгерді берсін. Бәрібір сен чемпионсың, сен жекпе-жекті қабылдап, онымен шығу қажетсің. Ал Ислам Махачев ондай чемпиондық мінезі, характері жоқ секілді, Мақұл. Осы қаңтар айында Ислам Махачев Али Абделазиздің айтуы бойынша шығуға қарсы емес екенін айтқан болатын. Бірақ Хабиб оған шықпай-ақ қой деген. Бірақ та Ислам Махачев өзі қаңтар айына шыққым келмейді, ол дайындыққа аз деп айтқан болатын. Ол өзінің сөзі деп тұр, Хабибтің сөзі емес. Сонда кім өтірік айтып тұр? Али Абделазиз ба, Ислам Махачев ба, белгісіз. Оның командасының бәрібір жиналған өтірікшілер болды ма, белгісіз. Кішкене бір түсініксіз жайттар бар олардың арасында. Және де Моралесті қаңтар айына беруге тырысты UFC деген Ислам Махачевтің бір сөздері бар. Мақұл дейік. Ислам Махачев өзі Рамазан айынан кейін, оразадан кейін сәуір, мамыр, маусым айларында шығайын деп тұр. Негізі сәуір айында шығу қажет, бірақ та ақ үйге дейін сақтап қалу да мүмкін оны. Бірақ Тупурия жоқ қой. Ол Тупуриямен әлі шықпайды, сондықтан менімше сәуір айында шығады. Ал наурызда біздің Шавкат Рахмонов бірінші нөмірде тұрған Мадаленамен шығуы қажет. Одан басқа мүмкіндікті көріп тұрған жоқпын. Ал Енгери болса Моралеспен шығатын секілді. Осы қақтығыстан кейін көрінеді кім келесі белбеуге лайық ретінде. Ал Ислам Махачев сол сәуір мамыр айларында Камару Усманмен шығайын деп тұрған секілді. Барлығы осыған келатыр. Али Абделазизінде Ислам Махачев, Хабиб бәрі үшеуі бірігіп, Дана Уайттың құлағына шаршатып, миын жеп, Камару Усманды бер деп соны алатын секілді. Тіпті Моралеспен қызық болатын еді Ислам Махачевтің шығуы. Моралестің мүмкіндігі бар оны жеңетін. Камару Усманның да мүмкіндігі бар, бірақ екеуі бір командада бәрі келісілген болып қалуы мүмкін. Камару Усман толық күшін көрсетпеуі мүмкін. Былай негізі Камару Усман өте мықты. Хамзат Чимаевпен өте керемет жекпе-жек көрсетті. Хоаким Баклиді жақсы жеңді.
біздің Шавкатты шақыра беріп тұрған. Сондықтан негізі шын жекпе-жек болған кезде Камару Усманның мүмкіндігі барып еді Ислам Махачевті жеңетін, бірақ та менімше ол толық өз күшін көрсетпейтін секілді. Камару Усманды жеңіп кетуі де мүмкін Ислам Махачев, белгісіз. Кетсе кетсін. Әрі қарай біздің Шавкат Рахмонов ваканттық белбеуге таласуы мүмкін. Мадаленаны жеңіп, Енгери мен Моралестің жекпе-жегін жеңгеннен. Менің ойымша осылай болайын деп тұр. Осымен жылы аяқталды. UFC осы жылы қалай болды? Қандай жекпе-жек сендерге ұнады? Жылдың ең үздік жекпе-жегі Джошуа Ван мен Брэндон Ройвал болған. Сендердің ойларыңызша қандай жекпе-жек? Мен ең есімде қалған жекпе-жек ол Илья Тупурия мен Оливейраның жекпе-жегі. Эмоцияны кәдімгідей берді. Оливейраның құлағаны кезде мен кәдімгідей аяп қалдым Оливейраны. Борьбаға барғысы келмеді Илья Тупурия. Әйтеуір сол жекпе-жек есімде қалды және маған ұнаған ең жекпе-жек сол болды. Өз ойларыңды комментарияға жазып кетіңдер. Шавкат Рахмонов кіммен шығады келесі жылы? Келесі жылғы енді шығу қажет. Келесі жылы шықпаса енді қиын жағдай болайын деп тұр. Осы жылы Шавкат Рахмонов өкінішке орай шықпады. Жылдың қорытындысы осындай болып тұр. Шавкат Рахмонов шықпады, Асу Алмабаев Брэндон Ройвалмен шығады. Біздің Әліби Идрис та өнер көрсетеді. Азат Максум өкінішке орай шығып кетті UFC-ден. Бекзат Алмахан жақсы жекпе-жектер көрсетіп жүр. Тек қана Александр Тупуриядан жеңілгені болмай қалды, бірақ та әлі болашақта нокауттар болатынына сенімдіміз. Диар Нұрғажай оралады. Келесі жылы үміттенеміз. Солай достар, комментарияға өз ойларыңды жазып кетіңдер, бірге сөйлесейік. Сендермен болған мен Иманғали, Солайде арнасы, қош аман, сау болыңдар. Келесі жылы кездескенше. Тапурия ма? Қайда Тапурияға шанс жоқ қой, бауырым. Тапурияларға қайда белінен келетін. Қанша оның бойы? 1.70 па? Айта береді ғой. Шықса, бәйлі, аямай қуып ұрасың қондайлар. Кішкентайлар. Салмағы да жетпейді, қатқан әңгіме ғой.